Мен бүгін өзімді жегідей жеп жүрген сырымды сіздермен бөліссем деймін. Көңіліме тиетін артық әңгіменің қажеті жоқ. Кеңестеріңізді айтсаңыздар болды. Жасым 25-те, тұрмыстамын. 2 қызым бар, Құдайға шүкір. 3-ші сәбиіме аяғым ауыр. Мендегі мәселе қайын әпкем. Ол кісінің 2 ұлы бар. Қатерлі ісікпен ауырған. Енді ол кісіге бала көтеруге болмайды. Қайын әпкем тұңғыш қызымның кіндік шешесі. Сол қызыма таласып, жаздырып беріңдер деп жүретін. Сол үшін күйеуім екеуміз ұрысып, әрең қойғанбыз. 2-ші босанған соң тағы да сұрады. Бірақ бермедік. Күйеуім де балажан. 2-ші қызыма 10 ай. Ішімдегі балапаным бар. 3 ай ғана болды. Осы баланы көтергенімде күйеуіміз екеумізден басқа ешкім қуана қоймады. Себебі 2-шімді қатты қиналып әрең босанған едім. Енем де Алматыға бара салып емделіп, сақтанып жүр, кейін туасың деген еді. Сол үшін де бір шеті енем де, қайын әпкем де менің баланы дүние әкелгеніме оң қабақ таныта қоймаған соң алдыртам деп ойладым. Тусаң ту, бірақ мен қараса алмаймын, деді енем. 2-ші қызым әлі кішкентай, оның үстіне жүйке жүйем әбден тозып жүр. Қызым мазасыз, өзім де жиірі ауырып қала беремін. Енді баланы қалай қараймын деп ойымдап жүрмін. Күйеуім де мен үшін, менің денсаулығым үшін қатты алаңдайды. Қайын әпкем күйеуіме, қыз болса мен алайын, өз атыма жаздырып аламын депті. Ақылдасып көріңдер, алдырмаңдар. Егер ұл болса, таласпаймын депті. Күйеуім мәз, алдырғанша осы дұрыс шығар деп. Мен де алдырғанға қорқып жүредім. Солайша келістік, бірақ жүрегім ауырып жүр. Қалай қиямын өзгеге. Көз алдымда жаман болатын болдым. Басым қатып кетті. Ұл болсын, қыз болсын бергім келмейді. Береміз деп айтып қойған соң, қайын әпкемнен де ұят. Ауырып қалса тағы қиын ғой ол кісіге. Өз мамам да, берем деп шештің бе, бер. Ертеңгі күні ата-енеңе, қайын жұртқа жек көрінішті боласың дейді. Не істеймін, әбден басым қатты. Күйеуім анық айтпайды. Оған да оңай емес, бір шетінен әпкесі, бір шетінен мен. Берсек берейік дейді маған қарап. Бұл болады деп қояды. Артынан кім болса да аман болсын деп қояды. Баланың жынысы әлі белгісіз. Қыз болса қалай қиып беремін. Өз әпкем болса сауабын аласың. Қуанып сендерге риза болып жүреді кейін қайын әпкең деп қояды. Білмеймін, Құдай өзі кешірсін. Бірақ кейде ойлаймын. Ешкімге айтпай алдыра салуым керек пе еді. Осылай уайымға салынбайтын едім. Сол қайын әпкем 2-ші қызымды қарап отыр. Қазір маған ауыр көтеруге болмайды. Бір шеті сабағымда сессия басталған. Үлкен қызым енемде, өйткені менің 1-ші қызым тұңғыш немересі олдан. Енді не істеймін, басым әбден қатып кетті. Сіздерден ақыл кеңес сұраймын. Өз баламды қиып бергім келмейді. Бірақ қайын әпкемнің тағы да ауырып қалуына себепкер боламын ба деп қорқамын.